Көкпар ұлттық спорт түрлерінің бірі әрі бірегейі. Бұл командалық спорт арнайы жабдықталған алаңда өткізіледі. Бекітілген стандарт бойынша ойын алаңы екі командаға тең бөлінеді. Алаңқайдың жалпы параметрлері: ұзындығы 200 метр, ені 80 метр. Қазандық диаметрі 3,1 метр. Ал қазандық арасындағы ұзындық 160 метрді құрайды. Орталықтан бастап қазандыққа дейін 80 метр болса, қазандықтан бастап ойын алаңының сыртқы сызығына дейін 20 метр. Айып алаңы қазандықтан бастап 20 метр. Орталық және айып алаңындағы шеңбердің диаметрі 8 метр болады. Ал жарысқа түскен әрбір команданың радиусы 3,1 метр болатын қазандығы орнатылады. Көкпардағы басты ойын құралы серке. Серкенің салмағы ересектер үшін 30-35 келден, жастар үшін 25-30 келден, жасөспірімдер үшін 20-25 келден аспауы тиіс. Көкпар тартуға 18-ге толған, тиісті даярлықтан өткен, атты басқаруға дағдыланған, дәрігердің рұқсаты бар спортшылар қатыстырылады. Жарыстың басты ережесі бойынша команда құрамында 20 көкпаршы мен 12 ат кіреді. Ойынға 12 шабандоз қатыстырылады. Оның 4-еуі алаңдағы ойыншы, 8-і қосалқы ойыншы болып бөлінеді. Сонымен қатар алаңда 1 жаттықтырушы, 1 жетекші, 3 атбегі мен 1 мал дәрігері және 2 жүргізуші болады. Көкпар додасы басталмай тұрып, команда капитандары өздерінің қазандығын жеребе бойынша анықтайды. Одан кейін серке мінбеге қарама-қарсы жақтағы ернеу сызықтан 10 метр қашықтықта орналасуға тиіс. Жарысқа қатысушылар мінбеге қарама-қарсы қырын сызықтан кейін бір қатарда тұруға тиіс. Көкпар тарту төрешінің ысқырығынан кейін басталады. Додадағы негізгі мақсат барлық ойыншылар серкені бірінші болып алуға ұмтылып, қарсылас команданың қазандығына салу көзделеді. Қазандыққа серкені дөп салған ұпай саны көп команда жеңімпаз болып танылады. Егер 1 минуттың ішінде серкені бірде-бір команда ала алмаса, онда ойын тоқтатылады және орталық шеңберден қайта басталады. Шеңберге әр командадан бір ойыншыдан кіріп жекпе-жекке шығады. Серке шеңберден шыққанша басқа ойыншылар ойынға кіруге құқығы жоқ. Егер 2 минут ішінде ойыншылардың бірі серкені іліп алып шеңберден шықпаса, онда төреші оларды басқа ойыншылармен алмастырады. Серкені іліп алу мен ойындағы басқа да тәсілдер көкпар ұлттық ойынының ережелері бойынша жүргізіледі. Ойын командалардың бірінің қазандығына серкені салғанша, немесе ойыншылардың бірі ойын ережелерін өрескел түрде бұзғанға дейін үзіліссіз жалғастырылады. Ұпай санау үшін серкені қазандыққа дәл тастау қажет. Қазандықтың жиегінде қалған серке ұпайға есептелмейді. Серке қазандыққа түсіп, алаңдағы төреші ұпай есептегеннен кейін ойын алаң ортасынан қайта басталады. Егер ойын алаңы дуалмен қоршалмаса, ойыншы өзінің атымен ойынға арналған алаңның шектерінен тысқары шығып кетсе, ойын тоқтатылады, яғни аут болып есептелінеді. Сондықтан ойын ережесі бұзылғандықтан ойын тоқтатылған жерден қайта жалғастырылады. Ал егер ол қазандықпен қатар болса, онда қазандықпен қатар орналасқан орталықта, ал егер алаң орталығында болса, онда орталық шеңберде 2 ойыншы ойын бастайды. Егер ойыншылардың бірі серкені алып келе жатқан ойыншыны дөрекі түрде тоқтатса, онда ойын ережелерін бұзушыға айып салынады. Және төрешілер ойынды серкені алып келе жатқан ойыншының тақымына бастырып, тоқтатылған жерден бастауы тиіс. Көкпар тартуда тыйым салынатын ережелер бар. Біріншіден, қарсыластың атының тізгінінен ұстауға, жүгенін, ат әбзелдерін шешуге тыйым салынады. Екіншіден, қарсыластың қолынан, белінен және денесінің басқа да бөліктерінен ұстауға болмайды. Үшіншіден, қарсыластың аяғын үзеңгімен, аяқпен ұруға. Төртіншіден, серкені ер тоқымға байлауға. Бесіншіден, шауып келе жатқан ойыншының алдына өз атын көлденең қоюға. Алтыншыдан, айқайлауға немесе дауласуға. Жетіншіден, алаң шекарасынан тысқары жаққа шығуға. Сондай-ақ, серке қазандыққа салынғаннан кейін күресті жалғастыруға тыйым салынады. Сонымен қатар қарсыласты қолмен, аяқпен,
қамшымен ұруға және оның атын сабауға рұқсат етілмейді. Ал уақытты әдейі созып немесе серкені алаң шетінен тысқа лақтырса, сондай-ақ ескертуден кейін уақытты әдейі созған жағдайларда қатысушы 2 минутқа ойыннан шеттетіледі. Ойыншысы жазаға тартылған команда ойынды аз санмен жалғастырады. Ескерту. Айып уақыты ойыншы ойыннан шыққан сәттен бастап саналады. Ат ойыншымен бірге 2 минут бойы айып орнында болуға тиіс. Егер тыйым салынған тәсілдерді қолданған жағдайда, қарсыласты қолмен ұстап, өзінің атымен оның жолын бөгесе, немесе оны аттан құлатуға тырмысса, ойыншы ойын алаңынан шығарылып 5 минутқа айып алаңына жіберіледі. Ойыншыға екінші ескертуден кейін сары карточка, үшінші ескертуден кейін қызыл карточка табыс етіліп, осы ойынның соңына дейін және келесі тағы бір ойыннан шеттетіледі. Серкені жүгенмен байлаған немесе үзеңгінің белдігімен қысқан ойыншыға ескі жаза тағайындалып, ойыншы 2 минутқа ойыннан шеттетіледі. Команда ойын соңына дейін 3 ойыншымен ойнауға мәжбүр болады. Жерден серкені іліп алып жатқан ойыншыға қарсылас ойыншы серке жағынан шабуылдай алмайды және осы үшін ойыннан 2 минутқа шеттеу жазасы көзделген. Егер ойыншы елеулі жарақат алса, онда кінәлі ойыншы ойын соңына дейін шеттетіледі. Екінші жағынан ойыншыны шабуылдауға ережеде көзделген шеңберде рұқсат етіледі. Қолында серкесі жоқ қарсыласты жылдамдықпен шабуылдаған үшін 2 минутқа шеттеу көзделген. 5-ші ойыншының бары белгілі болған жағдайда командаға айып салынып 2 минутке шеттеумен жазаланады. Қосалқы ойыншы ойыннан шығатын командалас жолдасының айып алаңынан шығуын күтпей, ойынға кірген үшін 2 минутқа шеттеу көзделген. Ойынды өз еркімен тоқтатқан және бас төрешінің шешіміне бағынбаған команда жеңілген болып танылады. Егер команданың бірі немесе жекелеген қатысушылар жарыс ережелерін өрескел түрде бұзса және төрешінің тарапынан өздеріне жасалған ескертулерді ескермесе, онда команда толықтай немесе жекелеген қатысушылар кездесуден шеттетіледі. Алаңнан шығарылған қатысушылар алмастырылмайды. Көкпар тарту додасында ойын айналымының әрқайсысы 20 минуттан тұратын 2 кезеңнен тұрады. Кезеңдер арасында 10 минуттық үзіліс беріледі. Үзілістен кейін команданың бірі уақытты саналы түрде созып ойынға кіріспесе, онда екіншісі ойынды оның қатысуынсыз белгіленген уақытта бастауға құқылы. Ойынға кіріскен ойыншылар алаңдағы төрешінің рұқсаты бойынша ғана алмастырылады. Алайда алмастыру кезінде алаңда артық ойыншы болмауға тиіс. Алмастыру перпендикуляр белағаш сызығы бойынша жүргізіледі. Ойыннан шығатын ойыншы ойын алаңының сызығын кесіп өткенге дейін қосалқы ойыншы ойынға кірісуге құқығы жоқ. Егер ойыншы аттан құлап және ат қашып кетіп немесе айыл үзілсе, төрешілердің бірі алаңнан ойыншының шығуын күтпей қосалқы ойыншының шығуына рұқсат береді. Көрермендер мен қатысушыларды қызықтыру үшін ойын ережесін бұзбай күш қолдану тәсілін қолдануға болады.